Жалпы би өнері әуенге ырғақты қозғалумен шектелмейді. Оның біз білмейтін талай қыр-сырлары бар. Егер биге әуестеніп жүрсеңіз, жаңадан биге қатысқыңыз келсе, әріптесім Азамат дайындаған материалға назар аударыңыз. Заман ағымнан қалмай, трендта да болғым келеді. Бірақ та көріп тұрғандарыңыздай, менен ешқандай да би шықпайды екен. Осы бір би клубына немесе би үйірмесіне жазылып та қою керек еді. Би жаста жыныста талғамайды. Би билеген адамның қан айналымы жақсарып, жүрек және өкпе жұмысы ретке келеді. Жүрек қан тамыр мен бұлшық еттері жұмсарады. Би адамның миы мен моторикасына жақсы әсер етеді. Бірақ көбі би билеуге ұялып, тойда не би кешіне келіп, шетте ұялып тұратындар бар. Жас ерекшелігі болмайды. Біздің өзімізде 4 жастан бастап қатыса береді. Үлкен топтарда қатыса береді. Ол әр адамның ішкі дүниесі, жас ерекшелік деген биде мүлде болмайды. Қазіргі таңда баласының биге деген икемін байқаған ата-аналар, оларды жастайынан би үйірмелеріне беріп жатқанын жиі байқаймыз. Бұл жас бүлдіршіндердің өнердің биік шыңынан көрінуімен қатар сұлу да сымбатты, дені сау болып өсуіне зор ықпал етеді. Би тек сырт келбетпен ғана емес, рухани, ішкі жан дүниенің баюына да мол үлес қосады. Зиянды әдеттерден аулақ болуға баулайды, көркемдік талғамын дамытады. Мен биге қатыстырып, мостик жасап үйрендім, шпагат түзу жасап, қиын заттар үйрендім. Қазақ биін, өзбек, андижанка деген бар, орыс биін білемін, тағы да көп билер білем. Физикалық жаттығуларды жасап, дене шынықтыруға қызықсаңыз, би билеуді де әдетке айналдыру сізге қиынға соқпайды. Қазіргі таңда би билеп үйренуге мүмкіндік мол. Ол үшін түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Ынта болса, бидің түр-түрін үйреніп алуға болады. Мамандардың айтуынша, би адамның рухани жанын емдеуге жақсы көмектеседі екен. Мәселен, сіз жұмыстан шаршап келіп, жүйкеңіз сыр бере бастағанда, сүйікті әуеніңізді қосып, айнаның алдына тұрып билесеңіз, сол ауыр күніңізді ұмытып, көңіл күйіңіз лезде көтеріледі. Азамат Мұқан, Ғабит Қабдырахман, Таңжарық бағдарламасы.